Сен өзің оқитын жоғарғы оқу орнында біліміңмен көзге түсіп үлгердің бе? Студенттерге арналған беделді шәкіртақы иегері атанғың келе ме? Онда байқауға қатыс. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының қоры студенттік стипендияға үміткерлерден өтініш қабылдау басталғанын хабарлайды. www.fpp.kz сайтындағы белсенді байқаулар бөліміне кір. Байқау шарттарымен таныс және өтініш формасын жүктеп ал. Кем дегенде 2 курсты табысты тәмамдағаныңды, сондай-ақ жоғарғы оқу орнының қоғамдық өмірінде белсенділік танытып жүргеніңді дәлелде. Ғылыми және шығармашылық жетістіктеріңді атап көрсет. Байқауға қазақстандық жоғарғы оқу орнында кез келген мамандық бойынша білім алып жатқан студенттер, сондай-ақ шығармашылық бағыттағы орта және арнайы оқу орындарының шәкірттері қатыса алады. Өтініштер 2017 жылы 30 қыркүйекке дейін қабылданады. Өзің жеткен жетістіктердің көмегімен Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қорының шәкіртақысын ал.